Түлкібас ауданына жаңа әкім тағайындалды. Енді бұл қызметті Нұржан Жақсылықұлы Ізтілеуов атқарады. Жаңа басшыны аудан активіне облыс әкімі таныстырып, жұмысына сәттілік тіледі. Алдағы уақытта жүзеге асырудың қажет ететін бірқатар маңызды жобаларға бағыт берді. Нұржан Ізтілеуов 1975 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында туған. Білімі жоғары, Оңтүстік Қазақстан техникалық университетінің халықаралық экономикалық қатынастар мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын Халық жинақ банкінің Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалынан бастап, Жамбыл облыстық филиалында бөлім бастығы және Түлкібас, Мақтаарал аудандық филиалдарының бастығы болған. 2020 жылдан бүгінгі күнге дейін Түркістан облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқарма басшысының орынбасары болып қызмет атқарған. Жаңадан тағайындалған аудан әкіміне бірінші кезекте келесіні тапсырамын. Барлық резервтерді ескере отырып, аудан экономикалық өсімін қамтамасыз ету бойынша нақты жоспар әзірлеуді. Аудан экономикасының инвестициялар тартып, жаңа өндіріс орындарын ашуды, аудан тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз етуді, ауыл шаруашылығына инвестициялар мен озық технологиялар тартып, өндірілетін өнім көлемін арттыру бойынша жұмыстарды жүргізуді.